рахмет. Осыны көремін, білемін деп, осы жаққа келем деп, үш ұйықтасам түспей, бақытқа рахмет. Бекжан, саған рахмет. Басқалардың гидтері де жоқ, байқұстар жылап еңіреп жүр. Қайта сен бізден қалмай көрсетіп, осы не рахмет. Компанияларың ары қарай өрлей берсін, өне берсін. Бай болыңдар, бар болыңдар. Тағы да Құдай жазса, Алла жазса келуге тырысамыз. Алла разы болсын. Керемет. Қайтқымыз келмей жатыр. Қалса Яспорның осы жерде қалғысы келіп жатыр. Ал Бекжан балам, ассаламу алейкум. Біз мынау Құттымеген Мекке шаһарынан енді Мәдинаға аттанып жатырмыз, пайғамбарымыздың жатқан жеріне. Осы пайғамбарымызға зиярат қылып, осы біздің Қазақстанымызда осы Мекке Мәдинадай гүлдеп, халқы бай болып, елдері мықты болып, жағы осы мұсылманшылыққа бәрі намазға жығылып, ақырғы пайғамбарымыз, мына Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға ұқсап, жақсы мешіттерде намаз оқып, мешіттер салып, бәрімізге Алла тағала нәсіп етсін. Амин, Алла Бекжан айналайын. Тілек ниетіміз қабыл болсын. Алла жар болсын. Иманды адам мұсылмандарға иман берсін. Елдің тыныштығын берсін. Қазақтан ақыл бар, қой үстінде бозторқа жұмыртқалайды деген. Тауға бозторқа жұмыртқалап атқан қасиетті жер екен. Алланың құдіретіне бас иеміз.